Hoş geldiğinizde törge шығыңыз оң жақтағы төр сіздердікі. Ассаламу-алейкум. Бесол бұл жай ауыл емес, бұл рух, бұл тегім. Бесол ұлы жүз мінезі бар, қайсар қамбар, жүректе жалын бар. Текті елміз батырдың ұрпағы, бабалардан қалған бұлар намысы. Ақсақал батасы жолда ашады, ана дұрғасы жанды сақтайды. Ұлдар намысты тік қарайды, қыздар инабат нұр тарайды. Бесол бірлік, бесол рух, қайда жүрсек бірге, бұл жұрт Шымкент жақта бауырлар бар, Тараз жақта танысың бар. Алматы жақ арман жетер, Астана металға жетер. Қарағанды қайсар мекен, бәрі қосылса бір жүрекпен. Ташкент түбім терең тамыр, қайда барсам бірге бауыр. Бір ал бірін бір тірек, Бесол мәңгі жүректе келер. Рингке шықсақ тыныштық жоқ, жұдырық қатты көзде от. Чемпион шыққан ауыл біз, жеңіс бізге жақын әріге. Соққынақты қозғалыс тез, берілмейміз ешбірге. Бесол боксы жай сөз емес, бұл мінез, бұл нағыз белес. Алаңда біз еркін ойнай, топта бізбен бірге ойнай. Астел барат, ойын таза, қақпа көрсе соғамыз бірде. Бір команда, бір жүрек, сенім бізде мүпті түрек. Мол болса бері айқай, Бесол аты тарайды алай. Ойымшылағайын басты күш, бірлік барда жоқ сүрреміз. Қайда барсақ бірге жүрем, бөлінбейміз бірге түрем. Бесол бірлік, бесол рух, қайда жүрсек бірге, бұл жар Шымкент жақта бауырлар бар. Тараз жақта танысың бар, Алматы жақ арман жетер, Астана металға жетер. Қарағанды қайсар мекен, бәрі қосылса бәргі жүрекпен. Бесолдың құда қаласа мына дербес санасына бас қосу жиынына жиналған ағайын, туыс, жекжат. Сіздерді міне бүгін Алланың қалауымен бас қосып, өшерде жиылғанымызға Аллаға мың алғысымыз шексіз. Құдай қаласа осы жиынды Алланың қалауымен болып жатқан, дастарханға бата беретін Лесбек деген ағамыз, Құдай бұйырса, осы дастарханға бір бата беріп берсеңіз. Алла өз деңгейінде қабыл етсін. Ата бабаларымыздан қалып жатқан елден үлкен қасиетті барлық осы жерде қол жайып жатқан аталарына, аналарына, бабаларына, туған туысқандардың бағыштап жатқан біздің дербес санамыз өз деңгейіне өтіп, Алла ниеттерімізді қабыл етсін. Еліміз, халқымыз аман болсын. Ұрыс кетсін мол болып, Алла бірлігін берсін. Амин. Аумин, Аллаху акбар. Әр күні осы Нұржан имамымызға Алланың қалауымен, ата-бабаның аруағының ризашылығымен Құран кәрім түсіріп жатқан жайтымыз бар. Енді Құранға Алла бұйырса құлақ түрсек. Құрметті ағайын, Нұржан имам. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن الخلق الكبير واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واناء الليل ونطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وكل ليلة يسر 18 ғаламның жаратушысы болған Раббымыз жоқтан бар етті кез келген амалға бол десе болатын құдірет иесі Раббымыз бір ғана өзіне құлшылық етеміз және бір ғана өзінен жәрдем сұраймыз өзінің разылығың үшін оқылған адамзат баласының қараңғылықтан тура жолға түсіруге себеп болған қасиетті Құран 30 парамыз 114 сүреміз 6666 аятымыз хатым болып аяттарын оқып тәмамдап жатқан әрбір әріптерінен әжір сауаптарын дүниеден өткен күллі 124 мың пайғамбарларымыздың Адам алейхиссаламнан бастап Хауа анамыз одан тараған хатымы нәби болған Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға оның отбасына сахабаларға табиғилерге табиғилерге ғұлама шахид mu'min muslimin muslimat mu'minin mu'minatlarымызға арқасында іздеуші жоқ жетінші сенаттар жолдарына үшінші қолжай отырған баршаларымыздың нәметкен ата-бабаларымыздың рухтарына және міне арнайы осы хатым шаншыл рамазан қараған ата-бабаларымыз бар Аллах субхану ва тағала аттары аталып кеткен аттары аталмай қалған 7 ата-бабаларымыз бар. Аллах Тағала осы қасиетті Құран хатым мархумдарымызға қабылданған нұр болсын. Қияметте әхлі жәннаттың болуға нәсіп етсін. Пайғамбарымыздың мүбәрак қолдарынан кәусардың бұлағын су үшін алуға нәсіп етсін. Я Раббым Аллах Тағала, міне Құдайға шүкір, альхамдулилля қазақ елінің ұрпақтары Аллах Тағала мархумдарды еске түсіріп Құран оқытып, өлер риза болмай тірі байымайды деп, әр уақытта мархумға ізет, ықылас білдіріп жүреді. Соның бүгін аяғын көріп отырмыз. Ауызбіршілікті көріп отырмыз, ынтымақты көріп отырмыз. Алыс жақыннан келген осы үлкен Алла риза болатын дербі сана күнімізді, хатым Құран әзірлерімізді ұйымдастырып отырған барша азаматтарға, үлес қосқан азаматтарға, ұйымдастырып жүрген азаматтарға, баршаларына Алла разы болсын, ниеттер тілектер қабыл болсын. Қазақстан елі жерінде тыныштық болсын. Соғыс, апаттар, беймезгіл ажал, ауру сырқаудан баршамызды Алла сақтасын. Аллах Тағала әрбір шаңыраққа құт береке берсін.
түрлі қауіптен, қатерден, көзден, сөзден, немезін ашудан Алла баршамызды сақтасын. Жақсы күндеріміз көп болсын ағайын. Жақсылықта әрдайым басымызды қосуды Раббым Алла Тағала баршаларымызға нәсіп етсін. Амин. Рахмет я. Қазақстан Республикасының ақылда жазушыларының мүшесі Қонысбаев Лесбек көкеміз, ғылыми доктор, жүзім саласындағы, жеміс-жидек саласындағы докторы, сіздер аталған ағаларымыз, ақсақал ауыздарымыз ортаға шығып, асу салтанатын жасап берсеңіздер. Бесуылдың төрағасы Тастанов Арқабай Нұрматұлының сонау батыстан шығысқа келіп, сіздерге міне асу салтанатында өз ниетін білдірейін деп отыр ағайын. Келешек міне сіздер жастар. Бірге. Ал құрметті ағайын бауырлар, құрметті Шанышқылы Бесуыл атасынан тараған ұрпақтар, бүгінгі өтіп жатқан беріп сана салтанаттарыңыз құтты болсын. Мақсаттарға жете беріңіздер, армандарыңыз орындала берсін, ниеттеріңіздің бәрі қабыл болсын. Сағыныш оты қайнайды іште жалындап, тулайды жүрек арыны бөлек арғыма. Алыстап кетсен өзіңе тартып тұратын, қасиетіңнен айналдым қара шаңырақ. Ауылға барам, ағайын туыс ел бар деп, жаныма жайлауы тауы бел бар деп. Ауылға барам, сағынышымды басуған, аңқылдақ ағай, ақ жарқын жеңге сен бар деп. Ауылға барам, сағынышымды басуған, аңқылдақ ағай, ақ жарқын жеңге сен бар деп. Әкемді көрем, сағынып жүрген ағамды, жеңгем жүр әне, айнымай қалған анамнан. Жанардан атқан жасымды сүртем жасырын, ұялам сосын қасында тұрған баламнан. Ауылға барам, ағайын туыс ел бар деп, жаныма жайлауы тауы бел бар деп. Ауылға барам, сағынышымды басуған, аңқылдақ ағай, ақ жарқын жеңге сен бар деп. Ауылға барам, сағынышымды басуған, аңқылдақ ағай, ақ жарқын жеңге сен бар деп. Көріп, танысып, білісіп алыңыздар. Сонау Ақтаудан бүгін ұшып келіп, бүгін қайтып ұшып кетеді. Осы жиынға себепші болып, өзін көрсетейін, елді көрейін деп, насихатын білдіріп, кеп бізге міне жоспарын айтып, жоспарлы келешектегі жоспарымызды түзеп беріп жатқан азаматымыздың бірі. Ел ағасы, жұрттың міне Арқабай деген ағамыз өз ниетін білдіреді. Құрметті ағайын. Рахмет. Құрметті
бауырлар, мына бүгін беріп отқан ер сана құдай астарыңыз қабыл болсын, ниетіміз дұрыс болсын. Өткен ата-бабалардың бәрі ар жақта жатқан мына бүгінгі құранға оқығаннан кейін бір аунап тұрған шығар. Енді мына ағаларым бәрін айтып өтті, бір қауым еліміз. Сондықтан барлықтарыңызды мына мен өзім жаңа Жақсыбай көкем айтып отыр ғой, шанышқылы күрпігі, күрпіктің 5 ұлымын, келесте 5 ұлымын, жасы 59-да, амандығым энергетик. Осы жиынға мына азаматтар, інілеріміз, бауырларымыз танымаса да танысып деп, осындай жиға келгеніңіз дұрыс болады дегеннен кейін мен осы бүгін келіп сіздердің араларыңызда осы іс-шараға қатысып отқан орным бар. Барлықтарымызда ынтымақ бірлігіміз жоғалмасын. Мына өсіп отқан, артымыздан келіп отқан ұрпаққа жақсы тәрбие, насихат берейік. Жылдан жылға мына бас қосып, Құран оқып отырған ұйымдастырушы жөніндегілердің бәріне үлкен рахмет. Жақсылық өге, Мырзахан өге, мына сіздерден Еспек өге, сіздер келіп мына біздің ағайындардың мына іс-шарасына қатысып, ниеттеріңіз білдіргендерге мен 5 ұлының атына сіздерге үлкен рахмет айтамын. Аман, сау, жақсылық, қуаныштарда кездесіп жүрейік. Бүгінгі істеп отқан іс-шарамыздың бәрі қабыл болсын, ата-бабамыз жатқан бәрі риза болсын. Жастарға тағы да айтарым, ынтымақ бірлікпен бір-бірлеріңізді танып, көріп, мына Қазақстан үлкен, соған қарамастан батысы бар, шығысы бар, оңтүстігі бар, солтүстігі бар. Барлықтарыңыз бір-біріңізді іздеп, түгелдеп, көздерін көріп, жүріп, келешекке біліп жүргендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Ниет қабыл болсын. Аумин, рахмет. Мынаны енді мына шапанды Сабит Мәдәлович, Сабит көкеміз жауып отыр енді. Шаншқылдар президентінің арнайы ерекше қылып, осыны енді қабыл етесіз. Алдымен осыны кешті ұйымдастырған азаматтардың аталарына мыңда бір рахмет. Мына қилы заманда екі адам мұнан сұхбаттасып, қонақ өтудің өзі кішкентай ғана күш болады білген адамға. Осынша халықты жинап дастархан жайып отыр айналайындар. Бірліктерің күшті болсын, ынтымақтарың мықты болсын. Бақыт қайсы елдің бірлігі күшті, ынтымағы мықты болса, мен сөйерде болам деген екен. Бақытты болыңдар, ниеттерің қабыл болсын айналайын. Құрметті шаншықыл ағайындар, мынау бүгін мен Аранши елінен боламын, атым Бақтыбай. Құрметті ағайындар, мынау Бесул елі үлкен ас беріп жатыр. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Осы бүгінгі оқыған Құран дұғалар ата-бабаларына рухтарына тие берсін. Ынтымақтарың. Құрметті ағайын, мына бүгін Бесул ағайындар ата дәстүрін жалғастырып, мынау ерік сан жасап жатыр екен. Істеп жатқан ер сана дәргайында қабыл болсын. Барлық айтқан жақсылық осы Бесулдың ата-бабасына тие берсін. Қаласа мынау жастар жаңағы жиен айтқандай үлкендерден үлгі алып айналайын, осы дәстүрді жалғастыра беріңдер. Бұл дәстүр ата-бабамыздың айтқан дәстүр. Мынау Құдай қаласа мынау ауыз бірлік ынтымағымыз берсін, шаншқылның мына жастар өсіп-өне берсін, жастарға бата-бата болып жүре берейік. Ниеттер қабыл болсын. Ассалаумағалейкум ағайын достар. Міне бүгін өте керемет күн. Бұл мына елден ел асып келгеннен кейін елде не қалады дейді. Елден асып келгеннен кейін мына орта буын өзіміз мына ұйымдастырып жатқан жаңа айтқан кісілерге мың алғыс. Ата-бабаны ұмытпаймын. Ата-бабаның көзін көрген ағаларымыз отыр. Ата-бабаларымыздың көзін көрген ағаларымыз өзінің кейінгі ұрпақтар қалай жүргізіп жатқанын көріп қуанып жатыр. Алла қаласа бізде өзімізден кейінгі жас ұрпақтар осындай елге ас беріп, ағайын туысқанды танытып жүргендерін көріп нәсіп ете берсін. Ниеттеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Орындарыңызға ақындап жайғаса беріңіздер. Сол бір арықтан су ішкен ұлымыз, Құдайға тауба, ағы мен көгін ажыратпаймыз. Дегенмен
ру соншалықты тығыз байланысып кеткені, құда жекжат болып, жиен ағайын болып, біріне бірі шырмауықтай болып кеткен жері бар. Енді сол уақытта ала тұрып, осы сәтті пайдалана тұрып, мына абысындар мен абыздар деген сын сайыстар болып жатыр. Жеңгелеріміз осыны ұйымдастырып, абысын тату болса ағайын көп деген, Құдайға шүкір аста көп деген, елім заман болсын, жұртымыз әрқашанда аман болсын. Осы Бесуыл елінің шаншы қылы, елінің Бесуыл руының тұқымын көбейтіп жатқан қыз-келіншектерге мың алғысымыз шексіз. Осы бір ниеттеніп өздері дастархан жасап, бастарын қосып жатқан жайттары бар. Осыған көңіл бөліңіздерші. Амені құрметті жамағат, мына ер азаматтар, осы әйел кісілерге азғандай спонсор болыңыздар. Жиында жіберіп тұрыңыздар, көңіл бөліп тұрыңыздар. Осы Шаршылы елінің ұрпағын өндіріп өсіріп отқан ағайындар. Ал енді үлкен ас келді, асқа бата келді. Түркөді көбет. Ас біздер ұзақ жатырыз. Өңдер маңсы болсын. Болсын. Өздеріңіз әрқашанда болсын, алдарыңызда бастарыңыз дәмді болсын. Аумин, иләйім аумин. Қана алдыңызға ас келді, ем болыңыз бос. Тағы да міне жол жүрем, ел жаққа барам, жүрегім елдеп елжіреп. Ауылдың суы, ауылдың уы аңсатты, күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам,
бәрі де туы сол жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бұл жай ауыл емес, бұл рух, бұл тегім. Бес ұлы жүз мінезі бар, қайсар қамбар, жүректе жалын бар. Тептеріміз батырдың ұрпағы, бабалардан қалған бұлар намысы. Ақсақал батасы жолға ашады, ана дұрғасы жанды сақтайды. Ұлдар намысты тік қарайды, қыздар инабат нұры тарайды. Месул бірлік, месул рух, қайда жүрсек бірге бұл жұрт. Сөнген жақта бауырлар бар, тараз жақта таңызың бар. Алматы жақ арман жетер, Астана үміт алға жетер. Құрметті ағай, Дамир деген баламыз біраз жерде чемпион, қазір профессионалды бокста Қазақстан Республикасының атынан өзара сайыс болып жатыр. Қазақстан Республикасында қазірге бесоғыруы чемпион деуге болады. Алла әрқашанда биіктен көріне берсін, жастарымыз өссін, Қазақстан Республикасының туын биік шыңдарға тігуге және гимнімізді ойнатуға Алла нәсіп етсін. Берекесін берсін. Құлақтарыңыз тек әңгімеде болсын енді. Құдайға шүкір, міне бүгін Дербесананың бір ерекше күні болып жатыр. Кәсібі бар азаматтардың кәсібі тасы өрге қарай өрленсін. Диханның еккен егіні берекесін берсін. Құт береке әр үйде бола берсін. Байырса Шаншықыл елінің Бесол руының азаматтары байы берсін, берекелі болсын. Тек сіздерге жақсылық, қуаныш болсын. Ал енді Бесолдың осы жиында үлкен ағалары мен абыздары, ақсақалдары ортаға келуін сұраймыз. Еркін көке, Оңғар көке, Сәбит көке, Сырлыбай көке, Талғат көке, Асқат көке, тағы да Дүйсебек көке, ортаға шығып бойларыңызды көрсетсеңіздер, ел біліп жүрсе, жастар білсін сіздерді. Қаны Сәбит көке, Сырлыбай көке, Асқат көке, Еркін көке. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Мына сізді батқан асымыз қабыл болсын. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын бәрімізге өшерді отырғандарға нәсіп етсін.
бәріміз аман болайық, осындай нәрселерге жете берейік. Ата бабаларымыздың рухына, сауабы бізге деп осы астарды жылдап өткізе берейік. Бәріміз аман болыңыздар. Ал құрметті ағайындар, бір жылда артқа салып, биыл басымыз түгел аман есен осындай керемет жиында бас қосып отқанымызға өте қуаныштымыз. Бар уақытта денсаулық болсын, тыныштық болсын, ниеттеріміз қабыл болсын, тек жақсылықтар бола берсін. Айналайын көпшілік, мынау дәл санамыз құтты болсын. Барлығыңыздың отбасыларыңызда қуаныш болсын. Мына езгі ниеттеріңіз қабыл болып, оқыған дуалар бабаларымызға, келешек ұрпағымызға тие берсін жақсылығымен. Тек қана жақсылықтарыңызды көрейік. Жолда осы телевизионның басында төрт көзіміз түгел көбейіп кездесе берейік. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына бүгінгі күн құтты болсын. Жаңа жыл басталғаннан кейін Алланың разылығын алу үшін жаңа жылда елімізге, жерімізге, халқымызға, әрбір семьяға, әрбір жанға жақсылық болсынды сұрап, мынау ата бабамызға Құран оқып, ас беріп дегендей жақсы тілектер айтылып жатыр, бәрі қабыл болсын. Мынау бірнеше жыл болды, осылай өтіп жатқанына жылдан жылға әйтеуір алға жылдың жаңалықтар болып жатыр. Енді соған тағы да келесі жылғы ұйымдастырушыларға тілек, ұсыныс дейік. Мынау суретке түсіріп жатыр, киноға түсіріп жатыр. Осылар енді жинақтау керек қой. Бұл тарих қой, әулеттің, мынау ағайындардың, кішкентай мүмкін кітаптар шығару керек шығар. Ол суреттер қалады кейінгі ұрпаққа. Мына ішкен жегеніміз 2 күннен кейін табылмай қалады. Сол жағын ескерсек ағайындар. Оған да азырақ ақша бөлейік, арнайы жинайық ақшаны. Ол қалады. Сондықтан мынау ағайындығымды ата берсін десек, ынтымағымды ата берсін десек, осы жақтан да бір көңіл бөлсек екен деген өтініш бар. Жақсылықтарда, тойда, аманшылықта кездесе берейік. Аумин. Мына бүгінгі атам заманнан келатқан қазақтың салт дәстүрлерін естіп, жалғастырып өткізіп жатқанымызға өте қуаныштымын. Осыны ұйымдастырған жігіттерге үлкен рахмет. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Ата бабалардың рухтары қолдасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ал мына бүгінгі осы жиынға арнайы қадам басып келіп, дұға ішінде болайын, жақсы ниетті қайтайын деген азаматтарға үлкен алғысымыз аяқтарыңызға көлбесін дегім келеді. Мына енді елімізде бейбітшілік, тыныштық заман болсын деп тілейік. Мынау ата баба аруақтарына арнап, арнайы Құран бағыштап, дастархан жайып, соның басында отырып, жақсы дұғалар жасап жатқанды ұйымдастырған мына өзіміздің әулетіміздің ірі бастыларынан, мына Сырайыл мен білетіндердің арасында одан қаса Бекжан, мына біздің әділ інілеріміз бар айналайын. Айта берсе бәрі де бар, бірақ соның бәйгі істің бастамасын бастап беретін осы жігіттерге мықты денсаулық тілейік, жұмыстарына табыс тілейік. Семьяларын осындай отырысымыз жоғалмасын дегім келеді. Ата баба дәстүрін жалғастырып жүрейік, Құда қаласа. Амандықта бас қосайық. Мен мына ұзақ деп айтпаймыз, бірақ Түркістан облысы Келес ауданынан келіп отырмын. Сондағы Бесулдар атынан келіп отырмын. Сол мына нәсіп екен, мына осы дәм тұзға бұйрық болып келіп отырмын. Олардың айтар тілегі, сәлемі бар еді, Құдайға шүкір. Бәрі де ауылда осында елде жиын өткіздік бәрімізде дерім сана. Мазар басын тазалап, ата баба аруақтарына Құран бағыштап қайттық. Солардың дұғасы осы сіздерге де қабыл болсын дегім келеді. Амандықта бас қосайық. Бір осындай басымыз, ынтымағымыз арта берсін дегім келеді. Міне жақсы қара, жақсы қарай болып қартайып, дуалы
қариялардың айтқан батасын, жақсы тілегін естіп жүре берейік, Құда қаласа. Кейінгілерге үлгі болсын деп. Амандықта бас қоса, мына ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Мына жасап жатқан еріп санамызды Алла қабыл етсін. Деніңіз сау болсын, Құдай қаласа, барлығымыздың да. Мынау қызмет қылып жүрген азаматтарға, осыны ұйымдастырған азаматтарға еш қызметтен шаршамаңыздар. Алла бұйыртса, кейінгі жылдарда еліміз, жұртымыз тыныш болып тұрып, Құдай қаласа осындай үлкен жасай берейік. Дендеріңіз сау болсын барлықтарыңызға. Барлықтарыңызға Құдай қаласа мемлекетіміз тыныш болып, өркендей берсін, өсе берсін, амандық, саулық тілеймін барлықтарыңызға. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Міне бүгінгі біздің іс-шарамыз, ербі санамыз әйтеуір ағайындардың басын қосу. Осы шаншылдың ішінде 5 ұлы еліміз. Осы ата бабамызға арнап әр жылы осы Құран бастаймыз әйтеуір. Арбақ разы болмай, тірі байымайды дейді. Аруақтарымызға бір Құран түсіріп, басын қосып, 5 ұлы елінің міне жылдан жылға көбейіп жатырмыз. Мына жастарымыз басын қосып жатыр спорт жағынан, 5 ұлдар. Мынау келіндеріміз іс-шарасын өткізіп жатыр, басын қосып 5 ұлдар. Мынау бүгінгі алыстан келген мына шаншылдың төрағалары отыр. 5 ұлдың шаншылдың ішінде 5 ұлдың төрағасы Арқабай отыр, қонақ болып келіп отыр. Атыраудан мейлі амандық болсын. Ағайын бар жерге ағайын келеді. Үстіп бір-бірімізді көріп, үстіп танысып, жастарымызды басын қосып, бір-бірін танып, әйтеуір көрген жерде сіз бізді жоғалмай жүре берсін ағайындардың басы бірігіп. Мен мынау бүгінгі осы дербі санамызға үлкен үлесін қосып жатқан мына Мәлік деген жігіт, бұның жанында Бекжан деген жігіт, Әділ деген. Осы жігіттерге бұлдыр айтып едім. Келесі жылға сендер осы дербі санам басқарасыңдар деп едім. Рахмет бұл жігіттерге басқарып, дендерің сау болсын, үйлеріңді тыныштық болсын әйтеуір сендер. Әрде жұмыстарың алға баса берсін. Рахмет сендерге, үлкен осынша адамның 5 ұлдардың басын қосып, молодец. Құдайдан қайсың бізден айтпаса. Келесі жылғы енді дербі санамызды мен айтып кетейін. Әділ деген жігітімізге, Нұртай деген жігітіміз бар. Нұртай, бері шықшы сен. Сен өзі көрінмей қаласың өзі. Қызметте қыласың. Өзі көрінмей қаласың арамызда. Бұнау Әділ деген жігітіміз, бұнау Нұртай екеуі ініміз. Құда қаласа ендігі жылғы дербі сананы осы жігіттерге жүктейміз. Әбізәтін. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар әйтеуір. Барлықтар келесі жылда да осылай бас қосып, көз көрісіп отыра берейік. Рахмет сөйлеген. Алла разы болсын. Құрметті қонақтар, ағайын туыстар, келесі жылы Құда қаласа дербі санамызды мойнымызға алып отырмыз. Үлкен үлкен соған баршамыз бір жағадан бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бір адамдай атсалыссақ деген ойым бар. Құрметті ағалар, осы елдің азаматысыздар, бір фото сессия сіздерге. Фото отчет деймі. Құдайға шүкір, міне ел ағалары енді өз тапсырмасын берді. Әділ мен Нұртай өз мойнына алды. Келесі жылғы Құдай қаласа дербі сана осы екі жігіттің мойнында деп есептейміз. Алла бұйырса сол кісілер ұйымдастырады. Біз қолдап қоштаймыз. Берекесін берсін, аманаттарыңызға ие болыңыздар жігіттер. Әділ жүріп отырған 5 ұлдың ішінде қыз келіншегіміз бар, әжелеріміз бар, ақжаулықты аналарымыз бар.
Құдайға шүкір, осында Салима апайымыз бар, жеңешеміз. Сосын Назиба жеңешеміз бар, Гүлсағат әпшеміз бар, Сәуле әпшеміз бар, Құндыз қарындасымыз бар деген сияқты сіздер ортаға шықсаңыздар. Фатима жеңешем бар. Фатима жеңеше бері келіңіздер. Осы аталарымыздың, осы әпшелеріміздің арқасында Құдайға шүкір, мына Бесуылдың саны көбейді. Келіндеріміз аман болсын, осылардан бір ақ батасын алғанда дұрыс шығарып көбейді. Ассалаумағалейкум, жиылған қауым. Бесуыл еліне сәлем бердік. Мынау бастаған жиындарың Аллам дәргайында қабыл алған болсын. Мына қызмет етіп жүрген жігіт келіндерге айтарым, өмір жастары ұзақ болсын. Мына бұндай жиынды өткізу өзі болмайды. Жүгіріп, жаңағы барлығын орын-орында істеп өткізіп атқан келін, мынау бауырларға, балдарымызға үлкен рахмет. Бастаған президентімізге өте үлкен рахмет. Қайдасын президент бір көрсетіп қойды. Төрағасы ма? Кім ма? Рахмет. Көп жасасын. Осынша елді жиып, пәтесін алу бұл үлкен жұмыс. Мынау келген аяқтарымызға гүл бітсін. Бүгін әке-шешелеріміз бір аунап түсті ғой. Аллам солар жәннатта болсын, жүздері жарық болсын деп осынша адамға ас беріп атырсыздар. Алла тағалам дәргайында қабыл алған болсын. Халқымыз, еліміз тыныш болсын. Бала-шағаларымыз жаңағыдай жоғарыдан көріне берсін. Алланың нұры жаусын Бесуыл еліне, Шанышқыл еліне. Алланың нұры жаусын. Мынау жастарымыз өсіп өне берсін. Міне оқып, білім алып, бүйтіп жатқандар, міне министр болып жатыр, басқа болып жатыр, ар жағы президент болуға аз қапты. Алланың құлағына шалына берсін. Жүздері жарық болсын балаларымыздың. Мына организаторларға айтатын үлкен рахмет сендерге. Әйтеуір ел тұрғанша сендерде тұрып беріңдер, жүздерің жарық, жұмыстарың оңды болсын, бала-шағаларың рахатын көріңдер. Жылда осылай бас қосуға нәсіп етсін. Аумин, рахмет. Жеңеше Тұрдыгүл деген әпшеміз бар екен. Не дейді, қыздың тілеу ғой. Ортаға келіңізші. Салима жеңге, айта бер. Амансыздар ма? Қош келіпсіздер. Шанышқылы ұрпақтары, Бесуыл, жаңбыршы елдері, Құда қаласа. Мына Бесуыл менің нағашыларым, әрі өзім келім болдым. Құда қаласа мына істеп жатқан жаңағы ниеттеріміз, дұғаларымыз қабыл болсын, әрқашан жақсылық болсын, тыныштық болсын бәрін. Кім Назипа айтып кетті ғой, қосыламын. Және де Құдай еліміз, жұртымыз аман болсын, тыныштық аман болсын, әрқашан жақсылық да бастарымыз қосылып, Құда қаласа кездесе берейік, жақсылық болсын. Саламатсыздар ма? Бесуыл елі, айналайын бауырларым. Мына істеп атқан жұмыстарыңыздың Алла берекесін берсін. Сонау Өзбекстаннан келіп, осы жерге келіп, ата-бабамыздың қалған салт дәстүрін осы жерге келіп дәріптеп, осынша адамды жиып, ас беріп отыр екенсіздер. Алла қабыл қылсын ниеттеріңізді, тілектеріңізді. Не ниет етсеңіздер бәрі қабыл болсын. Бұдан үлкен қуанышқа бөленіп, жақсы күндеріңіз көп болсын. Үлгі асын сіздерден кейінгі ұрпақтар сіздерден үлгі алып, олар да осында үлкен қуанышқа бөленіп жүре берсін. Осы басқарып атқан балалар дендерің сау болсын, іштерің аман болып, ниеттерің қабыл бола берсін. Ассалаумағалейкум, алыс жақыннан келген бауырларым, Бесуыл елінің қызы боламын. Қызды құрметтеген әрдайым жолдарыңыз ашық болсын, бауырларым, жүздеріңіз жарық болсын, мәртебелеріңіз ұлық болсын. Әрдайым Алла қолдап, періштелер қорғап,
дос дұшпанға таба болмай жүріңіздер. Осылардың ішінде Фатима жеңгеме үлкен рахмет айтамын. Наурыз көже дәмді болды. Саламатсыздар ма бауырларым? Мына бүгінгі өтіп жатқан ел санамыз етіміз қабыл болсын, елдеріңіз сау болсын, барлықтарыңыздың үйіңізде тыныштық, амандық болсын. Қыз деген тілеуші ғой, біз де тілектесіз. Осы ел сананы бастағалы бері әйтеуір қалмай атсалысып келеміз біз де. Төркіндерді көрейік деп, қуанып, келіп кетеміз. Етіміз қабыл болсын. Фатима саған да рахмет, үлкен осы келіндерге рахмет, қызмет істеп жатқан балаларға рахмет. Дендеріңіз сау болсын дейміз, ниетіміз қабыл болсын. Ассалаумағалейкум бауырларым. Енді бір сұлулық қыз балам, қызды сыйлағанның бағасы дейді ғой, бақытты болыңыздар бауырлар. Мынау жасап жатқан ізгі ниеттеріміз қабыл болсын. Мына бастап жатқан басшыларымыз аман болсын бауырларым, дендері сау болсын. Келесі жыл осындай жақсы күндерге төрт көзіміз түгел, бастарымыз аман, заманымыз тыныш болып жеткізуді Алла нәсіп етсін айналайындар. Құтты болсын, жылда осындай басымыз қосыла берсін, аман болайық, аманшылықта, ауызбіршіліктен жүре берейік. Рахмет қызды сыйлап, сөз бергендеріңізге айналайындар. Қайырлы күн, жасап жатқан қайыр ниеттеріңіз қабыл болсын. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Мына біздің келешегіміз, бала шағаларымыз ғой, солардың бірлігін берсін. Көзге көз түссе үйірсек дейді. Мына бесу жігіттері аман болсын. Тек Алла ниеттеріңіз қабыл болсын. Саламатсыздар ма, құрметті Бесу елінің ағалар, қайындар, жеңгелер, жасап жатқан ел саналарыңыз құтты болсын. Айтылып жатқан ниет тілектеріңіз Алланың құлағына шалына берсін. Әрбір үйде той, мереке болсын. Жақсы күндерде кездесейік. Рахмет, ақжауапты аналар, қыздар. Әрқашанда қазақ қызды сыйлаған, төріне отырғызған, төркіндеріңізге келгендеріңіздің құтқарғандарыңыз берекесін берсін. Құдайға шүкір, алғысымыз шексіз, алғыс хатымыз бар ол кісілерге. Қожабегім Бекжан, Қасымбек ауылының азаматы, ат салысып жүрген азаматтардың бірі. Абдрахманов Әділбек, бар ма? Алғыс хат. Бекмұрзаев Фатима жеңешем, ат салысып, жаңағы Наурыз көжені ішіп атқандарыңыз осы жеңгемнің арқасында. Міне, алғыс хат. Жеңешеме мың алғыс. Қанша немересі бар екенін айтпай қойын. Осы жеңгемнің жолын берсін біздің келіндерге. Рахмет жеңеше. Тазабеков Мансура деген жеңгеміз. Оны да осы жеңгем алады. Но бір іс шаралармен қазірге жоқ. Рахмет Майя жеңешемізге де. Алла разы болсын сіздерге жеңгелерім. Сапаров Атабек, алғыс хат. Болатын бала осындай болады өзі. Бұл да жоқ екен. Мейрамбаев Нұртай. Нұртай орнынан тұр. Мына Нұртай өзінің мойнына әзір келесі жылғы дербесаннан алып отыр Әділбек. Міне алғыс хат. Мың алғыс бұл жігітке. Енді бұл жерде арамызда ұйымдастыру организациясының мүшесі деуге де болады. Міне Оразбаев Мәлік Төрегелдіұлы көкемнің баласы. Бұл кісі енді қатты атсалысты. Осы дербесананы Ақымбаевтағы бесуылдар өткізді деп есепке аласыздар. Көкем қатты атсалысып, 3 күннен бері кеше қойын сойып, етін алып кеп беріп жүрген. Міне көкеме мың алғыс. Сіздерде Шаншықыл елі бесуыл руының атқарып жатқан іс шараларының белсенділік танытқан үшін дейді. Шын жүректен алғыс білдіреміз деп бесуыл руының ұжымынан алғыс хат. Рахмет. Көкеміз өзі афганец. Анау мынау емес, қызыл билеті бар.
Қарсыбаев Самат деген азамат. Бұл Қанат көкенің баласы жылда плов пісіреді. Пловының көріп дәмін бұл жол енді осы Алтын ауыл ресторанның тойханасының повары пісірді. Биылға бұл жігітке демалыс бердік. Ато қазаннан шықпайды, мынау Бесуылдың көлеңкесінде жүрген азаматтар, міне қолында өнері бар. Әрқашанда осындай азаматтарымыз ізгі тілектері мол болсын. Рахмет, Самат. Сапаров Атабек. Азамат қатты атсалысып жүр. Міне, рахмет Сапаров. Атабекке ұйымдастырып, осы ұйымдардың берекесін алып жүр. Рахмет. Екі күннен бері атсалып жүрген Бекмұрзаев Сәбит. Өміржақ көкенің баласы, жаңа Фатима жеңешемнің ұлы. Аэропорт десең, аэропортқа барып кеп жатыр. Қой десең, қойға, су десең, суға, Наурыз көшесіне де бәріне шапқылап жүрген, міне, Сәбит деген кәсіпкеріміз. Құдайға шүкір. Алғысын берсін. Алғыс хат сізге. Абдрахманов Әділбек. Бұл азаматты бәріңіз көріп жүрсіздер. Бұған мың алғыс. Осы бәрін ұйымдастырып, кешеден бері осы ресторанды тауып, осы ресторанның администрациясымен сөйлесіп, оның жанындағы келінге де мың алғыс. Рахмет. Алғыс хат Абдрахманов Әділбекке. Рахмет, Allah разы болсын. Осы сияқты азаматтар көп бола берсін. Елден халықты қалаулы болайық. Әрқашан жиынымыз жақсылығымен, амандығымен өтуіне Алла нәсіп етсін. Ал енді Құдай бұйырса, міне келесі жылда осы әділ мойнына алып отыр. Міне әділ. Енді Мәлік көке, Нұртай, Сәбит інім. Жаңа кім? Атабек. Ортаға шығып көріңіздер. Міне бұл жігіттер атсалысып, осы дастарханға күш қуатын салған азаматтар. Бекежан Батыр келді ме? Мына жаңағы Қасымбек ауылы деп атқаныңыз Бекежан Батыр міне төлегенді өлтірген кинода. Бірақ болмай жүр, өзі диқаншы. Берекесін берсін, сәл өзі жеңешеміздің мазасы болмай жүр. Енді міне алғыс хат Бекежан Батырға. Ал енді өзі ұйымдастырған азаматтар өзінің ақ ниетін білдірсе, осы сәтті қолданып берекесін берсін. Қаным, Мәлік көке. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туыс бауырлар, ақжаулықты аналар, келіндер, әпкелер, ағайын інілер. Бүгінгі біздің Шаншықлы елінің ішіндегі Бесуыл руының дербі санасы өтіп жатыр. Барлықтарыңызға ниет қабыл болсын дейміз. Құда қаласа, міне әрбір отбасыға амандық, денсаулық дейміз. Келесі жылы да осындай айт мерекелеріне, Наурыз мерекелеріне осындай бас қосу дербі сана, жаңағы Құран бағышталатын осындай отырыстарымыз жоғалмасын. Дендеріңізге саулық дейміз. Ниет қабыл болсын. Мына жерде кешігіп келген қонақтар бар, ағайын бауырлар бар, барлығыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті ағайын туыс, сіздерге өте үлкен рахмет. Мына алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Мынау дербі санамыз әйтеуір Аллах Тағала осы Құранымызды барлығын қабыл етіп, жасап жатқан, беріп жатқан асымызды қабыл етіп, Алла Тағаламызды разы болған құлдардың қатарынан етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі жылға Құда қаласа, бұдан да үлкен столда, аста кездесуді барлығымызға Алла Тағалам маңдайымызға жазсын. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Алла адам қайтқанда өмірден артынан үш
сауап тоқтамайды дейді. Жаңа оның бірі өзінің істеп кеткен жақсылықтары болса, екіншісі жаңағыдай еңбектері, білімдері, үшіншісі ізгі ұрпақ дейді. Баршаңыздың осы ата-бабаларымызға тілеп жатқан дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Аллах тағала баршамызды тура жолдан адастырмасын. Аллаға шүкір, осы мұсылман болғанымызға, мұсылман ішінде осы қазақ болып, осындай ата-бабаларымызға дәстүрімізбен дұғаларымызды тілеп жүргенімізге мыңда бір шүкір. Еліміздің тыныштығы артып, елімізде ғалым, еңбекқор адамдар, сондай адал адамдардың көп болуын Аллах тағала нәсіп ете берсін. Баршаңыздың отбасыңызда тек қана жақсылық тілейміз. Ассалаумағалейкум ағайын туыстар. Мына жиналып отырмыз себебі мына үлкен ағаларымыз мына бас қосып, мына осы ағайындардың біршілігімен, тіршілігімен деген сияқты осы Құдай тамақ дем сана дегеніміз бәрімізге, баршамызға қабыл болсын. Дендеріңіз сау болсын, келесі жылға ойнап келіп амандықта кездесе берейік. Ал енді құрметті ағайын, мына енді жақсы соңынан шабады дейді. Сол сияқты мына Нұржан имамымыз бар, Нұр Мүбарак университетінің ректоры, білімі терең, ойы өріске жеткізе алатын Нұржан бауырымызға уағызға регламент бойынша 13 минут уақыты бар. Содан кейін бата аламыз, содан кейін Құран оқимыз, содан кейін сіздерге жауап береміз. Азғана сабыр етіңіздер енді. Ағайын, Тұз, Нұреке. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті ағайын туысқандар, бүгінгі іс-шара анығында біріншіден Алла риза болатын ізгі амал. Екіншіден барлығымыздың ата-бабаларымыз бар. Аруақтарымыз сыйлаған халықпыз. Қазір солардың рухы риза болып, Құдайға шүкір артында осындай өріс өлеңдерің бар екен ғой деп, олардың да ризашылық білдіріп жатқан жағдайы бар. Бір үлкен кісі қасында нөкерлерінің өзінің туған жеріне барған екен. Болған оқиға. Сөйтсе барып енді өзінің қасында бірнеше көмекшілері бар. Өзім еліне келдім ғой, бір жақсы сөзді естимін ғой деп отырса, жаңағыдай көр әңгіме дейін білмейтін. Сөзі біраз тұтаса, бір кезде жамандығы дейін біліп отыр ол. Анау бүйткен, мынау сөйткен деп, анау кісі намысынан құтылып айтқан екен. Ағайындар, менің қасында қаншама ұлы елдің адамдар бар қасында. Мен соларды алып келдім бірге. Ал енді сіздер бір әңгімелерді болса, енді бірге жаман болып жүрсіздер. Олай болады. Енді айтпайды ма? Қалай бізге үлкен басшы болып бірге болса, бұл өзі туған жердің өзі бір тек әңгіме көрсек жақсы деген ой. Деп алмайды ма? Деп сол кісінің өзі шынайы көңілін білдірген екен. Мен өзімді бұл бастап, жаңа ерген ағада бір өзі ниетін айтып қалды. Құрметті ағайындар, бұл әр мәжілістің әрбір отырысымыз әдемі бар екен. Біріншіден біз соға келген жоқпыз. Бұл дерсана деген өз мағынасы әруақ сыйлаған халықпыз, әруаққа қызмет етеміз. Ана дүние сөзі, әңгіме, анау деген нәрсені біз бір сәтке ұмытуға болады ғой. Міне, шақырып, жаздырып келтіре алмайтын ағаларымыз осы. Жақсы баяғы. Үлкен мұны жазушы ғалым Абу университетіне келіп отырған ағамыз. Анау бүкіл шаншылардың президенттік төрағасы келіп отыр біз. Адамдар кісіге жазып келтіруге жазылады біраз уақытқа дейін. Бірақ бұл кісі осы шаншылдардың аруағы үшін деп, бауырларым, ағайындарын көрейін деп, болмаса бір жетіскеннен Ақтаудан Алматыға ұшып келу білесіздер, қанша болады ол бағасы, оны айтпаса түсін. Бірақ соның бәрі не үшін келіп отыр? Осы бір ағайындардан бір сөз естейін, жақсы әңгіменің қасында болайын деп келіп отыр ғой. Сондықтан да құрметті мұсылман жамағат, біз әруақ сыйлаған халық.
сөзге тоқтаған халықпыз. Сөз айтқан кезде сөзге адам құлақ асыру керек. Сол үшін адамда ауыз біреу керек, құлақ екеу керек. Ауыз неге үшеу таратқан? Көп тыңдасын таратқан. Сол үшін көп тыңдауымыз керек. Бізде қазір керісінше біз көп сөйлейміз, бірақ асылдаймыз. Алланың жаратқан жаратылысқа қарсы сөйлегеніміз екенбіз. Сол үшін құрметті ағайындар, Аллаху табарака ва тағала осы пенделерім көп тыңдасын деп бізге осындай нығмет болған екен. Олай болатын болса, Аллах тағала құрметті ағайындар әдетті болайық. Аллаху табарака құрметті ағайындар, біз бүгін Құран хатым сөйлеп отырмыз. Арнайы 14 сөйлеміміз оқу, бұл енді бір мақтаныш үшін, рия үшін деп отырған жоқпын. Бірақ оның оқуының ол адам көзін айналып, азына ешкейін 2-3 сағат уақыт бөліп отырсын бойы. Үлкен шара бізде. Бірақ біз сол үшін не үшін осы ата-бабаларымыздың рухы рахатын жасадық. Сіздердің ата-бабаларымызға Құранның рухы рахатын жасадық. Сонда да құрметті ағайындар, біз мынау дастархан сөз ол дүниеде бар. Бірақ асыл сөз ол жоқ. Мен имам ретінде күнде сіздерге бергізген уағыз айтып отырған жоқпын. Мына үлкен елдің еткен тұстары қаймақ ағаларымыз ел басқарған мына. Бұл жерде біздің республикамыз отыр. Қанша мемлекеттің президенттің қолынан үлкен лауазымды дәрежеден алып отырмыз. Осы іске болды. Осында қандай уақытында ауланды басқарған, совхозды басқарған, бірлікте үлкен бәргеде мемлекетке өздерін қосқан, кәдімгі тарихта ерекше орындар асырған да осы. Қайта олардың сөздері менің ұрпақтарыма өнеге айтсын деп тыңдауымыз керек. Тыңдауды үйренуіміз керек. Жамағат нәсіп одан келіп, ағаларымызға келіп, өздеріңізді көріп, мен де өзі бір рухани демалып отырмын. Әпшелерімді көріп, жеңгелерімді көріп, көкелерімді көріп, ағайындарымды көріп, бауырларымды көріп, қарындастарымды көріп, бір кәдімгі демалып отырмыз. Жеңшелерге алғыс беріп отырып, әлхамдулилlah, рахмет Алла разы болсын. Қандай дәлел көшені беріп, келген қонақтарға разы болсын. Бұл дүниеде үлкен еңбек қой. Жалпы барлық ағайындарға бүгін осындай ұлы болатын, сауабы мол болатын, жақсы амал жасап отырғандарға үлкен басын алғысын білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға тұрған кезде: "Ей сахабалар, сапарға дайындалыңыздар" дейді. Құрметті жамағат, өте үлкен тереңсіз. Сол кезде ойланамыз ғой, әдеттегі сапар жасап, "Я Расул, қанша күнге барамыз? Күнге ме, 3 күнге ме? Қандай заттарымызды дайындайық?" дейміз ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: "Мәңгі сапарға барасыздар, және сапар ұзақ болады" деген. Мәңгі сапар болған, мәңгі ақирет орнына барасыздар. Сапар ұзақ дегені ақирет күтесіздер. Енді анау ұстап жатсыздар ғой, не саламыздар? Сөмкемен не саламыз деп. Сөмкемізге дүниенің заты емес, күнделікті Алла риза болатын заттар салыңдар. Ол не? Намаз, ораза, зекет, жақсы білейін, бір-бірімен қарым-қатынас, бір қиналып жүрген адамдар болса көмектесіп жіберу, ұрсысып жүрген адамдар болса оларды достастыру, оларды шақыртып бір-біріне қайта жек көрініш емес, қайта оларды жарастыру. Осындай жақсы амалдар отырыңыздар дейді. Қияметте Алланың алдына барған кезде сол сөмкелеріңіз ашылған кезде дейді, кітаптарыңыз деп айтамыз. Сол кезде оң иығыңыз көтерілсін дейді. Оң иығыңыздан шықсын дейді, құрметті жамағат. Сол кезде сіздің жүзіңіз жарқырап, "Я Алла, рахмет, мен дүниеде тұрып өткізбеген екенмін. Менің амал кітаптарым бұл жағынан шығып отыр. Қандай керемет жұмыстар жасаған екенмін. Осындай жақсы адамның қасында жүріп, жақсы сөздер тыңдаған екенмін, жақсы амал жүзеге асырған екенмін" деп қуанасыз. Ал енді Құдай сақтасын, сол жағымыздан келетін болса, Алла оларды кешірсін. Алла оларға жеңіл берсін. Қиын жағдай. Айта алмаймын, сөзім бармайды. Сондықтан да құрметті жамағат, осы өмір бізге мүмкіншілік. Осы өмір қазір сүріп жатқан мүмкіншілік. Кей кезде біз айтамыз, келешекте Құдай қаласа істейміз ғой, істейтін нәрсе жоқ, олай емес, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз айтады:
таңға ақтырдыңдар ма дейді, көздеріңді ашып жарық дүние көрген кезде дейді, Әлхамдулиллахи ахяни бa'да ма ятубу дейді. Я Раббым, құдайға шүкір, менің көзімді ашып, қайтқан жарық дүниені көріп жатқанына Аллаға мың да бір шүкір деп айтыңыз. Болмаса қаншама жұмылған көздер ұйықтаған сәттерде ара-ара кетіп қалғандар бар. Тұра алмай кетті, таңға тұра алмай кетті солар. Ал енді кешке жетсеңіздер дейді, таңға тұрамды ойламаңыздар дейді. Таңда тұрсаңыздар, кешке жетеміз деп ойламаңыздар, өйткені Алла қаласа барсыздар. Алла қаламаса сіздер не болатынын алдағы уақыт білмейсіздер. Бір Алладан басқа білмейді біздің қазір не күтіп тұрғанымызды. Тағдырымызда нені Алла жазып тұрғанымызды біз білмейміз. Сол үшін де бізге олардың құпия болған адамдар қазіргі өмірлеріменен жақсы амалға жарыссын деп. Құран-ы Кәрімде жақсы амалға жарысыңдар дейді. Фастабиқул хайрат уассариу илал мағфира, ал кешірімді жасауға асығыңыздар дейді. Біз қаншама кешірім жасауымызды құрметті жамағат. Алладан кешірімді болуды үйренсеңіз, Алла сізге ризықты да берекені кіргізіп қояды. Жақсылықты жасауға жарыссаңыз, Алла сізге еселеп берекені беріп қояды. Сондықтан да осындай мына жаңа Бекжан көкеміз айтқан сияқты, бүгін мына осы бес ұлдың ұрпақтары осылай жаңа айтып жатыр ғой, біздің көкемізді Алла разы болсын, осы амалды жасадық деп пәленше деген сөз жасап, мен де Құдай қаласа ағайындардың басын қосып бір жақсы амал жасайын деп сіз жарысыңыз. Мен ана пәленшеден көлік білген екен, мен неге онда көлік білмеймін деген емес. Мына жаңағы жешеміз Наурыз көшесі таратып қаншама адамдарға Алла разы болсын. Ертең мен де одан да күштік таратайын деп, анау пәленшеден көлік киіп барған екен, тойға мен анда көлік киіп барамын деп емес. Осындай Алла риза болатын амалмен жарысыңыздар. Алла Тағала сол жақсы көреді сондай амалдар. Міне сол үшін біз келіп отырмыз, құрметті ағайындар. Сол үшін алтын уақыттарымызды алыстан жақыннан келіп отырсың. Келестен де келіп отырмын. Сонау келесін ағайындардың сәлемін алып келсек. Оңай ма? Бұның бәрі оңай емес, бірақ та құрмет жасап келіп отыр осында. Болмаса осындай осы сөздерді бәрі естімей аламыз. Естіге мүмкіншілігіміз де бар. Сондықтан да тоғыз сөздің түйініне ағайындар Алланың баршаға жақсылығын нәсіп етсін. Аллах Тағала Құдайға шүкір осындай жарқын өмірде беріп, қазір білесіз әлемде не болып жатқан. Адамдар бір-бірлерінің үйіне қонаққа болай тұрсын, тыныш ұйықтай алмайды қазір. Қонаққа барып болай тұрсын, тыныш ұйықтай алмайды. Баратын жерде бара алмайды. Біздің тіпті мемлекет қамында жүрген азаматтарға Алла разы болсын тыныштық өмірде беріп отыр. Мешітімізге кіріп отырмыз, дербес анамызды өткізіп отырмыз, бір-бірімізді қонаққа барып отырмыз. Соғыс жоқ, дүмпу жоқ, тыныштық заманда отырмыз. Бұның бәрі сол Алланың сіздеріміздің ниеттерімізге беріп отырған жақсылығы, нығметі. Бұның біз давам етуін сұрауымыз керек, құрметті ағайындар. Көп көріп қалмауымыз керек. Сондықтан да жақсыға бет бұрып, балаларымызды жақсыға үйлестіріп, жақсыға жаз айлары келе жатыр. Жақсы амалмен өткізуге, жүрегіне иман сәулесін ұялатуға ықпал жасаңыздар. Ата-анасыздар барлықтарыңыз. Атасыздар, апасыздар. Мына осындай жақсылыққа қамқор болыңыздар. Аллах Тағала баршаларыңызға разы болсын. Келген қадамдарыңызға әжір сауаптан жассын. Мына ағайындарымыздың осындай ұлы амал деп елжан өткізіп жатқан ізгі амалдарын Алла қабыл етсін. Еселеп береке берсін. Бір-бірімізге дұғада болайық, бір-бірімізге жанашыр болайық, бір-бірімізге мейіріміз мол болсын, жақсылық болсын, көп болсын. Әмин. Аллаху акбар. Рахмет емеге, мүмкініміз өсін. Ал енді Құдай берсе, осы дастарханға бір бата беріп, осы жаңбыршы елінің ақсақалына бата сұрап, Құдайға шүкір, сосын барып Құран оқылып, тағы да бір бата беріп, сонымен аяқтасып қоя бересіздер. Сізге беріп атсыз. Күйеу бата бермейді. Күйеу емес 25 жыл болды. Әмин. Әмин. Өзімізді қолдасын бар жанымызды қырады. Жаратқан Алла өзі кешірмек болсын. Сөзді болсын елін қата. Жандарымыз шуаққа толсын, ұрпақтарымыз қуатқа толсын.
ел жұрттың алдында барлық уақытыңыз жарық болсын, таңыңыз мол болсын, төріңіз тыныш болсын. Сырыңызды жаудан сақтасын, ішіңізді даудан сақтасын. Өзге ұрпаққа біз сияқты қарияға жақсы үлгі болып, сізден із қалдырайық. Олар да өз кезегінде өзіне керек көрсеткен ұрпақтарына жақсы ізбен жақсы сөз қалдырсын. Қайсы елдің қариялары өсиетші болса, жастары қасиетті болады. Өсиетті қария болып қандай нәрсе сіздерге. Жастарға Алла ынтымақ берсін, біріктіріп жүрсін. Бекжан айына қайынға көрсетіп жатқан қайықсанların ынтымақтарының арқасы, бірліктерінің мықтылығы, әруақтарды ұмытпағандарың айналайын. Арамызда қолдасın. Жолдарымызды Алла оң ашсын. Азаматтарың өсіп, ауыл жұмыстарын қолдасын. Бәріміз жақсы сөзді қауышып, бір Алланың өзі нәсіп етсін. Амин. Амин. Аллаху акбар. Енді қонақтарымызды Құранға көшемізден құрметті жамағат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل ونطراف النهار واجعلهما حجة لرب العالمين. Құдіретті Раббымыз Аллах Тағала бүгінгі мүбәрәк болған ұлы күндерімізде, Шәуәл айларымызда Алланың разылығы үшін хатым болып жатқан Құранның толық ауларымы, хатым аяттарымыздан әжір сауаптарын дүниеден өткен мұ'мин мұсылман марқұмдарымызға, мұ'минина мұслиматтарға Алланың рахматы, пайғамбар шафағаты болсын. Және де осы жерде қол жайып отырған баршаларымыздан дұғадан үміт болған ата-бабаларымыз рухтарына, альхамдулилля мен шанышқыл бабамыздан тараған ұрпақтарының ата-бабаларына, жеті ата-бабалар ұрпақтарына Аллах Тағала осы қасиетті Құран аяттары қабілдерінен нұр болсын. Қияметте әхлі жәннаты болуын Алла нәсіп етсін. Алла Тағала қиямет күні амалдап берген жағынан келіп жүздерін жаратқызсын. Марқұмдарымыз рухтары разы болсын. Бұл дүниеде білді білмесеген кемшілік қателіктер болса, я Раббым өзің мейірімді де өте кешірімдісің. Марқұмдарымыз өзің кең мейірімге, рахметіңе бөлей көр. Пайғамбарымыздың мүбәрәк қолдарынан кәусардың құлағынан су үшін Алла Тағала нәсіп ете көр. Я Раббым Аллах Тағала, мына осындай ізгі амал жасап, бүгін мына дербі сана күн өткізіп отырған біздің ағайындарға, туысқандарға, осы ұйымдастырып жүрген барша ағайын жақсыларға Алла разы болсын. Мына Құдайға шүкір, Ержан көке, біздің Мәлік көке, Алла разы болсын. Күн түн демей жаңа айтып жатыр. Қандай адам есі де жылы, қанша күн ұйықтамай, не қылмай, сөйлесіп, бәрін реттеп деген, оның бәрі үлкен еңбек. Қазір екі адамның басын қосу деген үлкен мәселе, бірақ солай бола тұрса да осынша жамағаттың көңілінен шығам деп. Әйтеуір барлықтарыңыз қолдарыңызға келгенше амал жасап жатсыз. Бұның бәрі мына Құранды сол аятты оқып отырмын. Алланың алдында ізгі амал жасағандарға дейін мен оларға шексіз сауап, оларға еселеп жақсылықтарын өздеріне қайтарамын. Сондықтан да Алланың жолында жасаған қайбір амалдарыңыз жақсы болса, Алланың алдында иншалла өздеріңізге еселеп берекетімен қайтады. Алла сол берекетімен қайтуды нәсіп етсін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Жақсы күндерде, тойларда, қуаныштарда бас қосуымызды әрдайым Алла нәсіп етсін. Алыс жағынан келген ағайындар, сапарларыңыз оң болсын. Алыстығы болса Алла жақындатып, ауырлығы болса Алла жеңілдетсін. Әрбірімізге Алла береке берсін. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллах. Құрметті ағайын, мына дербі сананың ең батасын көрген бүгін осы шаңшылар езулардың ең үлкені осы жерге бата саласақ, сонымен ақсабалды абыздар, ағайын достар, осы дербі сананы аяқтаса, артықшылық болса, кемшілігі болса, айыбына бермесін, мынау ұйымдастыру бөлімінен сіздерден кешірім сұраймыз дегеннен. Көңілдеріңізге ой бермей жатса. Көкем, бата бер. Амин. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sizlerin mağdurlarınız kutlu olsun. Sizin Xudaylarınız sağ olsun. Kendiniz sağ olsun. Ardından aslında cihinde 2027 yılı az olsa oturuvereyim. Kendiniz sağ olsun. Vatanlarımız tanış olsun. Yerimiz tanış olsun. Yurdumuz tanış olsun. Allah şahlar aman olsun. Osday cihindlerine getireyim. Rahmet sizlerin yazısını kendiniz sağ olsun. Allah'a emanet olun. Kelime nefesine ölmesin. Gelişine osday күндердің қауышуға Алланың өзі нәсіп етсін. 114 сүре бәрімізге жұмыс болсын. Рахмет, құрметті ағайын. таратқанда бақыт бар көрінбейді нәрақ таңда. Біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барыңды бағалада тәубаңа түс. Жарықты сыйғып беріп сана беріп,
жасаған жоқтан барғып алла қалғыз. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Алғыс айт дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білмес дедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек.